Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бауырсақтың ең жақсы рецептісімен бөлісемін. Өзімнің сүйікті рецебімнің бірі. Бұл рецептпен жасасаңыздар өте жұмсақ, үлпілдеген, арасы қуыс бауырсақтар шығатын болады. Міне сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ, арасы қуыс бауырсақтар шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі бізге жылы суымыз қажет. Міндетті түрде жылы су болу қажет. Егер суларыңыз ыстық болып кеткен жағдайда дрожжымыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан жылы суымызға тұз, құмшекер, сұйық май және майонезіміз қосатын боламыз. Содан кейін дрожжымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу қажет. Ұнды електен өткізіп қоссаңыздар, қамырларыңыз өте әдемі, жақсы көтерілетін болады. Және бауырсақтарымыз да үлпілдеген бауырсақтар шығатын болады. Мен осылай бірінші қасықпен араластырып алдым. Содан кейін барып, қолмен жақсылап тұрып, иін қандырып, жақсылап илеп шықтым. Қамырымыз қолға жабысқақ болмау қажет. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Бетін жауып, содан кейін 50 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте жақсы көтерілген қамырымыз дайын болды. Мен үстіне сұйық майды қосып, кішкене барлығын қайтарып иледім. Осылай екі қайтара илейтін болсақ, бауырсақтарымыз өте жақсы көтерілетін болады. Міне тағы да 40 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Міне екінші қайтара көтерілген қамырымыз осылай жақсы көтеріліп шықты. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды осылай кішкене жинастырып барып жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен осылай жайып шығып, қалың немесе жұқа болып қалмау керек қамырымыз. Орташа көлемде болу қажет. Мен осылайша формамен ойып шықтым. Сіздерде бұндай форма болмаған жағдайда стаканмен ойып алсаңыздар болады. Қалған қамырымыз ысырап болмайды. Оны да қайтадан басын біріктіріп, бауырсақ пісіріп аламыз. Содан кейін бетін жауып, 15-20 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Оға дейін біз майымызды орташа отта қыздырамыз. Міне біз қызып тұрған майымызға, орташа оттағы майымызға бауырсақтарымыз саламыз. Майларыңыз қатты қызып кетіп жүрмесін. Қатты қызып тұрған майға бауырсақты салып жерсек тез пісіп, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта осылай араластыра отырып, екі бетін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Осындай үлкен ыдысқа майын көптеу қып құйыңыздар. Бауырсақ батып тұру керек майға. Міне сіздерге екінші рет тағы көрсетейін. Өздеріңіз көріп тұрғандай міне томпиған
әдемі бауырсақтарымыз пісіп жатыр. Шар тәріздес үрленген шарға ұқсайды. Осылай екі бетін ауната отырып пісіріп аламыз. Майын міндетті түрде сорғытып алыңыздар. Міне ортасы қалың емес, әдемі бауырсақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.